Ассалаумағалейкум, құрметті Қазақстан халқымыз. Менің алдымда қазір Әділетхан Молдаханның ата-анасы отыр, Тараз қаласынан кеп тұр. Қазіргі таңда бәріңіз де біліп тұрсыздар, біздің Әділет бауырымыз темір торда отыр, дәлелсіз оны ұстап отыр. Жаңағы қазіргі таңда ата-анасын тыңдаймыз, бұл кісілер өзін таныстырады, жаңағы өз пікірін, өз ойын айтады бүкіл халыққа. Яғы. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ халқы, құрметті президент. Мен Әділетхан Молдаханның әкесімін. Есімім Дулатхан Молдаханұлы. Қазіргі таңда мен балам Әділетхан заңсыз, дәлелсіз қамақта отыр. Бұның барлығына бұл 21 наурызда Әл-Фараби даңғылында болған ДТП жол-көлік оқиғасына байланысты болып отыр. Ол кезде 3 адам қайтыс болды. Бұл жайы мысалға депутат Мұрат Әбенов те айтты. Министрге де обращение жасап, Алматыға келмейсіз ба, көрмейсіз ба, не болып жатыр мына жақта деп. ДТП-ның ДВД-ның бастығына айтып, орнынан алу керек қой деп, ДВД-ның бастығын да тәртіпке шақырып, ана машинелер қатты жүйткіп жүріп жатыр мысалға. 2 күн тұрдым мына жерде, қарап 1-2 сағат, 2 күн өтті ДТП-дан кейін деп, машинелер 150 мен 200-бен өтіп жатыр деп, жүріп жатыр деп, тәртіп жасамайсыңдар ма деп. Тәртіпті сол уақытта, сол кездерде мен балам да шығып өзінің жас болғаннан кейін ба өзі эмоциясымен сол кезде 1-2 нелерді айтты эмоциямен. ДВД-ның бастығын емес, оның замдарын жаңағы орынбасарларын жұмыстан босату керек деп. Сондай мағынада 1-2 адамның сол нелерін, аты жөндерін түстеп айтып, сол кезде не болды, кішкене эмоциямен жастық болғаннан кейін. Бұл енді негізі мен балам заңсыз қамалып отыр қазіргі таңда. Дәлелсіз ешқандай. Құрметті президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, мен сізге бұл үндеу жетеді деп ойлаймын. Біздің жанайқайымыз баламызды бостандыққа шығарсын деп сұраймын мен. Бұл заң саласында да, мен прокуратурада да, сотта да, сот жүйесінде де, полицияда да мен ойлаймын, дұрыс қарайтын, әділдіктен қарайтын адал адамдар істейді деп ойлаймын мен. Мен балам әділдік үшін не болды? Шындықты айтып. Мен бұл жерде ешқандай жалған ақпарат көріп тұрған жоқпын. Рахмет. Сіз таныстырып кетсеңіздер өзіңіз. Мен де Әділетханның анасымын, Сәуле Төлеген қызы. Жалпы балалардың білімі жоғары, заңгерлік білімдері бар. Бүгінгі таңда осы құқықтық сауаттылықты арттырып жүрген Әділетханымыздың бұл жанайқай деп ойлаймын. Себебі сын айтылмай мін түзелмейді ғой біздің елімізде. Сондықтан да осы сындарды айту арқылы біздің елімізді, әділетті Қазақстанды құруға өзінің үлесін қосып жүрген азаматтардың бірі. Ал енді видеода жалған ақпараттар жоқ деп ойлаймын. Себебі кеше ғана берген ішкі істер министрі Ержан Саденовтың мәлімдемесі бойынша берілген ақпараттардың барлығы осы Әділетханның айтқан ақпараттарымен сәйкес келеді, сәйкестік бар. Онда заң бұзушылық орын алғанын айтып отыр. Жаңағы жылдамдықпен асыру, сонымен бірге жалған нөмірлерді пайдалану,
қолдану. Сонымен бірге жалпы Алматының осы қазіргі бүгінгі таңдағы тексеру барысында да 5000-ға жуық құқық бұзушылық анықталғанын туралы айтып кеткен болатын. Жалпы егер ондай заң бұзушылықтар болмаса, тексеру барысында да мысалы анықталмас еді ғой. Сондықтан біз ата-анасы ретінде әділдікті талап етеміз, әділдікті сұраймыз. Себебі осы құқық қорғау органдарының өзінде адал азаматтар табылады деп ойлаймын. Әділ өтеді деп ойлаймын соттың. Сонымен баламызды осы болашағы, Қазақстанның болашағы жарқын болуына әлі де өз үлесін қосады деп ойлаймын.